отстойный осы фундаментте. Оны айтамын мен. Осылай осы жігіттер ұсыныс жасап, үлкендеріміз міне Мағау ағай, Есмағұл ағай, Мұратбек ағай, Азамат үйінде жиналып кім келді сол қолдап, сонда шешімге келді. Осылай басын көтерейік атамыздың. Ескерткіш қояйық. Ол өйткені ертең жас ұрпаққа өте маңызды. Ертең жастар білу керек. Атамыздың ерлігін. Басына келіп Құран оқыды. Үлкен сауап. Сосын осы жұмыс жүріп жатқанда міне сол көп жігіт жаңағы Қайыркелі, Қанат, Азамат, Оралбай, Жанат осында Жанат ар жақта материалдарға заказ берді. Ескерткішке қоршауда. Сосын мұнда Қайыркелі азаматтар құрылысшы сол бірлікпен осындай қосып бірақ кімдер қатысты осында сол арасында қатысқандар мынау Болысбек, Қайролла, Айдын бар, Сансызбай, өздері болсын. Бұнда әрдайым осында болып басынан аяғымызды көтеріп міне Азамат, Қайыркелі, Қанат, Жанат осындай Орал ондай осында құрылыста болып жүрді. Қалған азаматтар қолдарының уақытына байланысты көмектесті. Бірақ бірақ бүкіл қолдан таратқандарға міне бәрі ақшадай көмек жасады қолдан. Ешбір режиммен, көңілмен сол Алладан қайтып сауаптан болады. Бүгін көңіл келе алмайды жұмыс жағдайын, бірақ бәрі жаңағыдай ақшадай көмек жасады. Сол сауаптан болсын. Ол үлкен соратамызда бір аунап атқан шығар. Мұратбек ағамыз не постоянно өзі алып келіп басында басқарып берді. Енді ағаларымыз үйде болса да біз ақылдасып отырдық. Есмағұл ағам мен Мұратбек ағам дұрыс деп. Сондықтан сауаптан болсын, мынау беріп жатқан дұғамыз қабыл болсын. Қазір енді юртаға барып асқа. Сол жерде, сосын қазір осы жерде сразу сөз берейін мен. Бір жауат айтып жатыр. Енді үлкендер айтсын, Есмағұл аға, Мағау аға, Мұратбек аға, ең үлкендеріміз. Ал, Есмағұл аға, міне, үлкенісіз міне, бүгін мынандай басы көтеріліп жатыр шоратамыздың. Қуанышты күнін еске алып, айта бер, отырып айта бер. Енді осылай жігіттерге рахмет, атамызға бұлай жатқан жарық болсын деп. Бір-екі сөз. Бас көтеріп жатыр. Осы елдің азаматтарына көптен рахмет айтамыз. Мағау ағай. Ағай тұрсан, мынау бірінші осы сезілені бастауы. Есенбай аға. Осы сезілені қағыдағы сезілені абай отырған үлкен баласы екен. Одан кейінгі әрмен қарай жалғастырған серік ауылдікі қызмет істеген адам. Содан мінекей қанатқа беріп баласы. Содан осы шежіре бірінші жазылды. Сол шежіреден кейін мінекей жаңа айтып отыр азамат жиынды бәріміз бас қосып осындай ескерткіш қояйық деп бір ауыздан қолдап істеді жігіттер. Енді мен болғам жоқпын, телефоннан қарап отырдым. Осында көбінесе жаңағы айтып отқан Қапеевтер жүреді, Құсайыновтар, Бектасовтар, Әбдиевтер солар арқасында, Мұқашевтар, міне солардың арқасында осы ескерткішіміз орнатты. Бұл ұрпаққа үлгі. Бір атамыз бір аунап түскен шығар. Енді қайтқан жері осы соғыста болған, ертеде соғыс болған, мына көл болған деген дейін. Соған дейін келіп осылайды қайтыс болған. Міне сол жерді мінекей ескерткіш қойып, еске алып отырамыз. Барлықтары
көп рахмет жігіттер. Сендердің арқаларыңда. Иә. Сендердің бастағандарың менен. Уақыттарыңа қарамастан бір бос уақыттарың болса осыға келіп көмектесіп жатыңдар. Көп. Қабыл болсын. Әмин. Жасай беріңдер. Осында жатқан балаларың бәрі ұрпақтар аман болып, ойлаған армандарына деген тілегіне жететін болды. Көп рахмет. Әмин. Міне Нәби де келіп қалды. Құран оқуға. Атығым Ербол мінекей. Рахмет, Құран оқып отырсыңдар. Қабыл болсындар. Әмин. Барлықтарыңа денсаулық, ынтымақ бірлік. Айтқаныңыз келсін. Әмин. Әмин. Ал Мұратбек аға сіз. Ағалар бәрін айтып қойды енді. Осы кісілердің айтқаны бәрі дұрыс. Менің айтайын деген мынау ауылдың өзіміздің жігіттер осы шортай ұрпағына бәрі бір адамдай ат салысып, ешкімді былай ақша жөнінен неғылған жоқ, көмектесіп, жан жағынан осындай үлкен іс жасадыңдар. Көп рахмет жігіттер. Әрқашанда бақытты болыңдар. Бала шағаларының қызығын көріңдер. Мына біз үлкендер енді біз бірдеңе айтамыз, араларында жүреміз ғой, басқа қолдан келетін шаруа жоқ енді бізде. Енді кейде олай-бұлай кішкене қижықтау айтып қоятынымыз болады. Оған енді кешірерсіңдер жігіттер. Шынын айтқан солай айту керек енді. Енді осы атамыз бүгін бір аунап тұрды. Енді әрқашанда біздің осындай бірлігіміз, тірлігіміз мықты болсын. Әмин. Любой жұмысқа осындай бір адамдан кірісіп кетейік. Әмин. Рахмет. Ал енді Осыны мінекей бастаған қаласқа көп рахмет. Әмин. Жүріп, сол папасының айтқан шешелерін бәрін ұлттар жинап, ақылдасқан, ұйымдастырып жүрген. Көп рахмет. Бақытты болыңдар. Әмин. Ал енді Қайыркен, ұйымдастыру жігіттер бір сөз айтыңдар, одан кейін Қанат, Азамат. Үлкен. Құрметті ағайын туыстар, Қайыркен енді жаңағы тарихын бәрін іздеп, үлкен кісіден сұрастырып. Сәнжан есігімді айтып өтірейін. Сәнжан марқұм мақпал ғой енді. Сол алдында осы жолды салып жатқанда Сәнжан марқұм маған келіп айтып, Дауылбай келіп айтып, мына жерде аталарың жатыр. Басын көтеріңдер, үстінен трактор жүріп жатыр. Машина жүріп жатыр анау ауыр деп. Ол басын көтеріп шырылдап жүгірді. Сосын историясын айтты. Атасынан, Әлғуатты атасынан естіген. Сол айтып жатыр, мына жерде аталарың, батыр аталарың жатыр, жая жатырған деп жатыр. Ауыл бұл жерде өзіміз ойлап тұрған жоқпыз, жаңа ауылдың кісілер айтып жатыр. Сол үйге шақырдым. Үйге шақырып, осының бәрін айтып берші, маған ағылшын бәрін. Сол кісі айтып, жатқан жерде айтып болсын. Осы жерде қалмақтар мен қырғыз соғыс болған деді. Осы жерде батырлықпен аталарым қайтыс болды деді. Осы жерде жерленген деді. Осы жерде мен намаз оқып, Құран оқып жүретінбіз деп, сол кісілер айтып, мынау Қанқонған деген жер бар ғой. Сонда анау Шора атамыз, Шорман ба, қайсы? Шора. Иә. Сол жетім қалды деді, жетім қалды, сол бала, бір бала. Соны Сәнжандардың ауылы отырыпты бұрын. Анау Қанқонған жақта. Сол хан жаңағы баланы жетім қалған сол біздің атамыздың. Осы жерге сол Сәнжандардың аталарына тастап кетті. Осы баланы осы жерге сіздерге аманат. Осы жерге өгізді терісіндей жер бердім деп. Осы жер жаңа жол. Сол жерге баланы тастап кетеді. Өзі дәрмен қарай көзі соғысқа кетеді. Содан атамыз осы жерге ие болып, атамыз ауысып. Соңғы міне әбді атамыз осы жерде баласындай болып басқарып кеңес одағы келгенше. Кеңес одағы келгенше бәрі бір шықты. Малдарымызды тартып алды. Құдайға шүкір деп бүгін. Құдайға шүкір, міне сол атамызға содан басталған біз содан бастаймыз деп міне Қанат бауырымыз екеуміз көргеніміз жиында, дұғада, кездесіп осы қашан деп екеуміз ұйымдастырып асынан. Содан әйтеуір міне бүгін сәт түсіп, ақылдасып, сен чат ашып, міне Қанат басқарып бауырымыз. Содан осы күн жеттік, міне жақсы, міне ертке-ешкес тасқа келді Қанаттың жақсы. Біз осыдан 7-8 жыл бұрын Қанат екеуміз келіп, осында дұға жасаған Қанат. 10 жыл бұрын осы жерде ізін тауып алып, екеуміз міне
ағай бар Оны екен. сразу айтасыздар. Айтып сосын міне Осы жерде азамат мысалға. өзі айтып кетер, біз білмейміз ғой. Сол азаматтар бәріміз жолдасып, міне ескерткіш ақынның шамамыз келгенше орны жақсы қойылды. жақсы Астына ұйымдастырып, енді мынау әлі бітіретін шаруа бар енді осы. Кішігірім атақты әдемілеп, бұл жерді кәпілдеп, бұл жерге скамейка қойып, оны енді қазір жұмадан кейін осындай орнына келтіреміз бәріміз. Ана плиткалап бәрі. Плиткалаймыз. Мына кісілер салып кетті. Содан кейін енді қалғанда бітіреміз. Ол осындай история атамыздың. Тарих. Бұны әр адам білмейді. Мынау енді жаңа жол бәрі осы жерге барып бетін сипап жүреді, аталып, қоқыстың аталып бәрі. Олар ол көп айта қоймайды, Сәмжаннан марқым айтып отыр, ақылы. Сәмжан да қырғыз, иә. Олар да қырғыз. Жанат қайда білеміз сондай Жанат содан келді, иә, Жанат. Жоқ, Жанат өзі айтар қазір, Жанат өзі түс көрді ме, не көрді ме, иә, тоже аруақтар екен. Ал енді қайтып болды ма? Рахмет. Жоқ, мен айтатын ба, жоқ, рахмет сіздерге. Осылай жай Сәмжан айтып, марқұмды айтып кетіңіз. Жұмыс атқарылды. Ал енді қанатқа берейік, міне тоже Қаркен айтып Да, Қанат азамат. Қанатты міне жаңағыдай несі шежіре жазды. Тұрысып, Жарты жазғанда молодец, қайта айтып, ана жазам деген кісіге кейбір бермеді ғой. Кімнен кім тараған ағайындар. Сол кішкене ерінсе болды ма, қайта мына Қанат қайта звондап, маған звондап, біз оларға звондап, әйтеуір шежіре кітабын шығарып отыр. Тем более міне расында мен шежірені қарап отырсам, кейбір кісілерді мен онша білмеймін, например. Кімнен тарады? Бұл мына шежіре деген өте маңызды. Ағайындар бірін біліп, туыс екен міне, көрді, Мұқаштар міне, Құсайынов бар, білген дұрыс міне, жас ұрпақ. Соған мен Қанат тоже ерекше жұмыс атқарды, мен шежіре жөнінде. Көрмаған асы бар. шежірен таратады. Иә, соны дайындап әкелді ғой, иә, Алла жазса, мен сұрағанбыз, осыны дайындаса, көн әр отбасына мына балалар немелі бірін отырады. Рас, көбіміз шежіре арқылы жаңа біліп отыр. Үлкен маңызды мәселе. Сол Қанат міне өзіңіз сөз тілек, міне өздеріңіз жаңа айтып отыр, бір жігіттер ұйымдастырып, осылай жұмыс үлкен атқарды да еңбектер. Оны бірінші рет Қайыркен ағамнан естігенде осындай батыр атамыз болды, осындай оқиғалар болды деп бірінші сенбей қалып отырдым да. Сосын енді университетте істегесін тарихнамаларды енді құжаттарды қарайсың ғой. Сонда қарап жатсаң, иә, жылдармен келе жатқанда осы шамды жорыққа сәйкес келеді екен. Сондықтан анда жақтан мына жақтан зерттеп тура шығып отыр. Қырғыздан аманатпен әкелген балалар, Ұрымқай, Жаңажол, Қарағай деген жерлерде қоныстанған қырғыздар. Және тура мына жерде тарихшылар айтады, Бурабай ауданында кішігірім соғыс болды қалмақтармен, сосын Балқашқа әкетіп, сол жерде енді үлкен соғыс берді дейді Абылай хан. Сол енді қарап жатсаң, тура біздің атамызға нақты келіп отыр. Сондықтан да, дәлел бар. Сондықтан соны ары қарай зерттедік та, сосын оған дейін папка енді тірі болғанда Есенбай атадан шежірені қолда алды, оны тарқатып жүрді. Соны енді папка кеткесін, оның ізін ары қарай жалғастырайын деп, сол шежірені тарихта бірақ ары қарай жақындап, бірақ Қайыркен ағаны действительно тойларда немесе балаларда кездескенде екеуміз армандайтын давай келесі жыл, давай точно келесі жыл, солай 12 Шонтай батырдың ұрпақтары бірігіп бір жұдырықтай болып жатса, сол дұрыс өмір болшы. Рахмет. Әмин. Әмин, рахмет. Азамат. Бір сөз айтайын. Біздің ағаларымыз армандап кеткен осы Есенбай ағамыз, Оспан ағамыз. Сол Оспан ағамыз екеуміз осы қанша рет келгенбіз осында. Құран оқып кетеміз. Сосын армандайтын да, ой, басын көтеру керек, тас қою керек деп, сол енді осы күн бүгін жеттік сол күнге, сол бәріңізге
құттықтаймын сіздерге, құтты болсын. Сол енді ата бабаларымыз тас қойдық енді. Ата бабаларымыздың рухтары риза болсын. Сол енді не айтайын тағы да, ерекше міне Қанатқа көп рахмет айтқым келеді. Сол Қанат көп жұмыс жасады, бәрін қаражат жинап, материал алып, соны бәрін нетіп, біз көмекшіміз ғой Қанатқа. Қанат қашан келесің бе? Давай, осылай істейік. Соғылса көп рахмет Қанатқа. Семьяң бақытты бол, семьяда. Енді балаң түсіп жатыр оқуға, сол құтты болсын. Осы жолың ашық болсын. Міне көп рахмет айтқым келеді осы үлкен ағамыздарға, міне Есмағұл ағаға постоянно звондап отырады екен. Осы маған звондайды ағамыз. Иә, не істеп жатыр? Осылай переживать етіп, сол совет береді, кеңес береді, ақыл айтады. Былай істеңдер, былай істеңдер деп. Көп рахмет сізге, аға. Сол денсаулығыңыз мықты болсын. Көп жасаңыз, 100 жасаңыз. Сол енді Мағауия аға бар, міне Болысбек аға. Сол енді көп рахмет сіздерге, сол ақылмен сол осыған жеткенімізге. Сол Жанат бір-екі сөз айтсаңыз ғой. Орысша айта беріңіз. Көп айтылды енді сөз. Бүгін біз тас қойып осыған күнге жеттік. Басында Жанат міне 10 жыл бұрында маған келетін бір. Я мозги компостировал конкретно. Осылай атамыз не істейміз, ақылдасайық деп, сол міне Құдайға шүкір бұл жерде. Сол енді чатта анда-санда айтам, сол қатты айтылсам ренжімеңіз. Бірақ біздің туыс енді Құдайға сенетін енді адам болармыз, иә. Бірақ аруақты адамбыз. Аруақпен как бы сіз білесіз ғой, мұндаке қалай екенін да. Құдай ретінде ол бір, аруақ деген ол басқа да. Біз сол енді әрбір адам осында келеді, біздің туысымыз. Ертең біз барымыз жоқпыз, балаларымыз келеді, немере шөбере келеді, бәрі сұрайды. Сондықтан жаңа жол деген біздің еліміз бар, иә. Сонда кісілер бәрі келеді, мен ойлаймын. Әрбір адам ертең қалай болады, біз Құдай ғана біледі, иә. Енді самая главная цель достигнута. Остальное это меня не волнует. Кто там, как там, что там. Все, рахмет. Көп рахмет. Тағы да осы постоянно сөйлеп отырды. Қайролла екеуі не болса да, осылай үлесін қосып отыр. Міне Оралда көп еңбек етті бірге. Орал, айтасыз ба бірге? Азамат айтты. Ал онда міне енді қорқпай айтасыз ба? Қоқа айтсын. Ал енді мен Нұғмановтың жағында мынау Шортайдың ұрпағынан боламын. Шортай атамыздың. Енді Шортай атамыздан енді мынау Сәбит. 5 баланы тапқан ғой, 5 ұл болған. Сол Сәбит, содан Аян Кем Баян деген бар. Солардың ұрпағынан Жүніс деген, ол менің атам. Менің әкемнің әкесінің әкесі. Ал енді мынау сіздерге ағайын бауырлар бар, мынау сыйласқан жұмыстарыңызға өте қуаныштымын. Сіздердің қолдарыңдан дерт бермесін. Енді мынау Шортай бабамыздан енді баладан қараған ұрпақ қой бұл. 5 баладан. Кенжалы дейді. Кенжалы тағы кім бар? Кенжалы Боздақ, Жетпісбай, жоқ. Кенжалы Боздақ, Жетпісбай, Бектас, Құттыбай, Олжабай, содан туған мынау Кенжалы, ұрпақтан Кенжалыдан туғандар олар сіздер Әміре, сосын кім Ерғали деген бар, солардан туған. Иә, Боздақтан туған сіздер ме? Біз енді Құттыбайдан туған. Енді мынау қорқытпаймын менің атым негізі. Мен Зейнолланың баласы. Мағауия ағамыз ғой енді, енесі болады.
енді мына қойып жатқан ескерістеріңіздің бәрі қабыл болсын, мынау айтылған сөздердің бәрі қабыл болып, мынау енді барлықтарыңызға көптен рахметімді айтамыз, қуанышты болып отырмыз осыған да. Мынау ең басын бастап жатқан кім серіктің ұлағатым еді? Қанатқа өте көп рахмет. Міне осыны ұйымдастырып, осы ескерткіш қойып жатсыздар. Барлықтарыңызға семьяңа жақсылық тілеймін. Семьяңа бақытты болсын, балаларыңыздың жұмыстарыңыз жемісті болсын, табыстарыңыз мол болсын. Мынау ата жұртымыздың арбағы биіктей берсін, артында қалған ұрпақтары өсіп өркендеп берсін. Алладан рахым пайғамбар саллаллаху болсын, әр үйде таусылмайтын бақ болсын. Алла қолдан қорғап кең жақсылықты көруді нәсіп етсін. Денелеріңіз кең болып, баяғы кең Амин. Рахмет. Тағы айтатын болса,